Сәлеметсіздер. Бүгін сіздерге осындай бантик булочканы дайындаған болатынмын. Ол үшін менің каналыма жазылып, подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен булочкамыздың құрамын дайындаймыз, апарасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт, жылы су және қант және құрғақ ашытқы керек. Осы төртеуін араластырасыздар да жылы жерге қойып 10 минутқа қойып қоясыздар. Барлық құрамдарын описание бөліміне қалдыратын боламын. 10 минуттан кейін біздің апарамыз дәл осылай дайын болады. Одан кейін қалған қантымызды саламыз. Қантты жақсылап венчикпен араластырасыздар. Жақсылап еру керек қантымыз. Одан соң 2 жұмыртқамызды саламыз. Ол да тоже мықты еру керек. Жақсылап ертесіздер, өстіп венчикпен араластырып отырасыздар. Одан соң жақсылап мен араластырып алдым. Ұзақ араластыру керек жұмыртқаны. Одан соң ванилин ұнтағынан 1 шай қасық қосып жібердім. Ванилин ұнтағы булочкаға өте ерекше дәм береді. Иісі барлығы күшті болып тұрады. Содан соң кішкене 1 шай қасық тұз салып жібересіздер. Осылай. Содан соң електен өткізілген ұнымызды салып отырып, шет-шетінен осылай қамыр илейтін боламыз. Қамыр қолға жабысатын кішкене жабысатындай болу керек. Қамырды барынша жақсылап қайтарып илеп отырасыздар. Жақсы иінін қандырып қайтарылып иленген қамыр өте күшті көтерілетін болады. Менде қазір сондай қамыр шығады. Мен барынша иледім. Ең соңынан сары май қосып, тағы да илейсіздер. Қамырларыңызды илеп алыңыз. Сары майды әр 5 минут сайын 4 бөлікке бөліп қойып, әр 5 минут сайын өстіп қайтарып, 5 минут сайын сары май салып отырасыздар. 4 бөлікке бөліп. Өзі 120 грамм сары май. 30 граммнан салып илеп отырсаңыздар болады. Қамырымыз күшті көтерілетін болады. Менде міне 4-5 қайтарымнан кейінгі қамырымның осылай ашуы осындай болды. Қайтадан қайтарып илеп жібересіздер. Дәл осындай қамыр болды. Иіні қанған әдемі қамыр шықты. Енді осы қамырды алып 70-80 граммнан бөліктерге бөлеміз осылай. Сіздер де жасаңыздар. Соны әртүрлі формада жасауға болады. Мен бантик формасында жасадым. Дәл осындай етіп алдым да арасына май жағып және мак сеуіп бантик формасында булочка дайындадым. Сіздер де жасаңыздар, өте ерекше. Қонаққа қойсаңыздар да болады. Үй жағдайында балаларға жасап берсеңіздер де болады. Балалар ерекше қызығып жеп қояды. Өте дәмді булочкалар пайда болды. Мен 2 түрлі формада жасадым. Біреуі осы бантик формасында, ал екіншісі гүл формасында жасадым. Мак қосасыздар ма? Арасына қант қосуға болады, күнжіт қосуға болады. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Осылай жасаңыздар сіздерде. Қамырды көтердіп қойсаңыздар да болады. Бірден пешке салсаңыздар да болады. Иіні қанған жақсылап. Ал екінші бұл гүл формасында, ол үшін маған қақпақ. 5 литрлік баклажканың қақпағын алдым да дәл осындай гүл формасында жасап алдым. Осындай 2 түрлі формада булочкаларым шықты. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп алдым. Астарыңыз дәмді болсын.